Мен сені есіме алам, жұлдыздар жанып өшкенде. Мен сені есіме алам, әр таңда әрбір кештерде. Сені мүлде сағынбауға бола ма екен, жүрегімде тек сен үшін соғады екен. Итак, барлықтарыңызға қайырлы күн. Всем салам алейкум, всем здравствуйте, YouTube, привет. Андай болып қалғансың ғой, выгорание дей ма, или зона комфорта дей ма, сонда біртүрлі болып тұрып шандай. Балқаштан шыға алмайтын болып қалған сияқты шандай. Қайда барсам да Балқаштан шыға алмайсың ғой, короче. Қоңыратқа барамыз, Тараңғатқа барамыз, в общем, жаңағы Балқаштың шетін бүкіл полный аралап жатық, татауы ше. Қай жерде қандай тас жатқанын білетін жағдайда тұрып ше. Сол енді Балқаштан кету керек болғаны бар екен сәл. В общем, диплом алғаннан кейін Балқаштан кетсек ба деп тұрмын. Қай оқуға түсетімізді де білмей тұрмын. Әлібек бір зат тасу керек еді деп еді, соған келді. Газельдің артын плотно жасаған, енді сыртын қаптаса болды. Солнце мое дейтін болып тұрмын. Екі болды ана жақта, бірін білген істеп отыр. Нас сырт ана төбесінде тұрмаймыз, ағашта тұрмаймыз, чистан боковойларына. Иә, жетір смело айтты. Саламат сәуке қамыз ғой. Қорыға жұмыс қалмайды тұрмайды. Мына жерде заттарды түсіріп алсақ зор болайын деп тұрмын. Палуан. Палуан. Жұмыс істемейсің? Қатты көмектесіп отқан сияқтымыз біз. Сәл тасимыз ба? Көмектесіп самый главный. Неге настроение болмай тұр? Суық қой, ёпта. Ляй, жылай келдім. Көлге кіресің де сразу жүзіп кетесің, жүзе берсің дейінің үйреніп. Алдында осындай уақытта түстік қой біз мұқакен. Не үшін олай? Ешкім жоқ қой полигон. Оны шорттың біраз суға шорттың. Жаңа қатты жүзем, айрам деп отыр едің ғой. Мына отырған факел, осыған алдындары шығып жүрдік. Одан кейін былай жүрдік та, мына жақта белый камень бар. Осында шықтық. Сосын мына жақта Озерныйдың әр жағында открытый море. Мына жақта 3 метр над уровнем неба деймін, сондай бір локация бар, соған бардық. Сосын былай мына жақтарда Тараңғалық бар, соған бардық. Жаңа болса ең жүзсей. Анау жүзіп жүр. Мына іште киімдер бәрін алып. Чит анау! Қаш барады. Ботаға келдік, короче, амағатпен шашы ойда тұрады екен. Всем привет, дешамды. Қанша айда барсы бірақ рульде ешкім жоқ, түсінбей жатырмын да, короче. Сөйтсем артына отырмаған ба, бірдеңелер бар. Не істейміз? Сосын қайда баратын болдық енді жазда? Алматыға. Ауызбен біраз жаққа барады. Турцияға 200 мың теңгемен баруға болады. Қырғызстанға 40 мыңмен баруға болады. Өзбекстанға 40 мыңға баруға болады. Ол загранпаспорт көп. Қырғызстанға удостоверениемен ғана бара береді. Қалған жаққа виза деп паспорт жасайсың ғой сондай. 50 мың теңгемен біраз жерге барып соға болады. Негізі Қытайға барып келуге болады, Гуанчжоуға. Яқып жыртын тұр. Соған сөз берген. Қамада жағып алғаны бар, короче. Сен коронавирустың кезінен басталмышсың ба, Иә. Біздің сыныпта кім краш деген ба? Қол ат кетіп қойды. Короче, түнделетіп сағат примерно 12 болды. Біз рекламный ролик түсіріп дегенбіз. Әлем синемаға 40 секунд түсіріп берсеңдер болды, соны саламыз деп отыр ғой. Кино басталмай жатып 40 секунд біздің реклама болады. Осында кітаптар бар, движение, мынандай петличка ағымыз. Просто звуктың бәрін тексерейік дегенбіз ғой. Кішігірім обзор сияқты. Мына жақта біздің подружкамыз бар. Как зовут? Диана. Диана бауырымыз. Мына жақта төр бөлме, как обычно, кайфовый. Шаңғырақ дегенге потолок дегенсің ғой. Мына жақта аға әпкелеріміз бар. Мына основатель Аян аға. В общем, ақша жетеді. Мына жақта осы кісілермен подружка болуың керексің ғой. Қарын тоқ, ақша бар, короче, короче. Ана қыз бывшаям деп жегіз жерсің. Кухня ғой, кухнядан кайфше. Бүйтіп қарап отырып жей берсің. Мына жақта енді туалет, ванна, мужской, женский. Мына жақ ең патологы, ол мына жақ намазхана. Самое идеальное место дегенім ойын. Қандай бар? Сыбызғы ма, не болады? Звездный войны. Я мог отдать Бір домбыра ұстайтыны бар еді, бір күй ойнап жіберетінің бар еді. Действительно, бәрі тап-таза, бәрі новый екен. Соған да риза болдым. Енді новый болып ашылғаннан кейін ба бәрі әп-бәрі тап-таза новый болды. Көресіздер ғой енді. 40 секундтық видеоны 2 сағат болды түсіріп жатырмық. Сәл шаршағанымыз бар, 1,5 болды. Мына жақта анау сөйлейді, мынау сөйлейді, біреу әңгіме айтады. Кәдімгі шаршамайды екен. Білмеймін енді кадрлар қалай болып жатқанын. Әйтеуір пойдет өзіме ұнап отыр. Жігіттер мына қымыз шектеп жатқанымыз жайымыз бар енді. Қой.
Меккаға келатыр. Күн бойы күн ыстықта астында жатқанбыз 20 минуттай. Сосын бір кісіге бір зат тасу керек екен дейді, артынан жүрді. Келатыр қайта. Күннің шығаны болмаса, ата кайф. Что-то влогтың бәрі итпен болып отыр ғой. В общем, Мухан бортын үстіне мініп алғанымыз бар енді. Незаконный или законно ма? Жарайды, байқамай қалды. Үстіне тұрып алған кайф екен, бұныңыз, Короче, компьютерный клубқа келесің, короче, и там түсініксіз болып жатқаны бар, қосылып, светтеріне қызығып жатқаным бар. Нәрсе жесе бар. Түсіне алмайдым, короче, ойынды. О, вертолетпен парашютпен түсіп жатыр. Қазір жарысамыз, короче. Короче, хан кофе мынандай подарка бергені бар енді. Ішінде кофесі бар екен, как положено, жағдай жасалған. Бүгін хан кофе деген ашылған, соның закрытие жасалды, бірақ осы сіздер үшін ютубтан видео открытиясын жасап жатқан сәл бар екен. Өзім бағала болып, джинсимен келе саған. Мынандай төбелесетін балалар ұқсап тұрмын, өзім жаман сезініп тұрмын. Бизнесмендер, кәдімгі өзінің бір достижениесі бар кісілер екен. Таза алматинский вайп болып тұрған, ана жақта балалар бар, ана жақта вип кабинкалар бар. Өзі осындай кішкентай миниатюрный әдемі ғой. Бір вип кабинкасы осындай сәл. Мына жерден бірдеңе картинка жетіспейтін сияқты мына жерге. Бензоген хасл ғой. Мынау күміс болмаса тақпаған дұрыс дейді ғой әйтеуір. Темір әшейін тақпаңдар деген сияқты. Айтсаң болды ғой. Жоқ, мен емес айтқан, не жалпы сөйтіп айтады ғой. Әйтпесе мен де таққым келеді, андай GTA дейтіндер болады ғой, білесің ба? Стиль жизни такой ғой. Радиоға ғой. База әдемі ғой. Мына зданияда мысалы киімдер сатады, сотка, потка, холодильник бәрі сатады. Спортзал ғой кәдімгідей, как положено дайындалды. Сосын мына жаққа кішігірім кофе ашып қойған екен. Анлап, ол қалдырмай көрем ішіне. Адышы риза болдым. Қалдырмай көрем кәдім. Риза болдым. Алматыда жүрген бар, полный, кейде метро отағы бар. Болды, Бүгін сыныптас салдың ба? Сыныптас, Көрейін. Болды, адышы. Хан кофе құтты болсын. Подсветки ем. Андай клубника шоколады деген қайсы еді? Клубника шоколады. Шесть мод, что? Кофейню конгресса, потому что я как сам ответ Балхаша вижу в ваших городах, почему у нас нет такого? Правильно открыли. То есть мы интерпретировали бир на печенье, капучино и сверху добавили сублимированную малину. В общем, кофе нести, кофе неден шыққан. Сонда примерно айтып отыр. Как-то по-другому. Да, так что пробуйте и... Андай духи берген кезде кофе беруші еді ғой. Мұрын иіски берген. Ол рецептірларды етуші ғой. Бізде сол духи иіскейміз бар. Әдебиет сабағында көрініс болушы еді бай. Нокиямен түсірсем, ұрып өлтіресем. Туған күн жасап атқан мен. Туған күніме рахмет енді. Туған күніме осындай кіші келеді деп ойламаппын мен. Ағамыз кофеге мас болып қалыпты. Үш кофенің дәмін көрдік. Біреу ащы, біреу тәтті, біреу кішкене онша емес. Екі кофені да біреу ащысы ұнамады. Енді новый кофе көрейік деп отыр. Қолын көтеріп қалған мына жерде бір стакан құлатып алған. Пат алып. Екі-үш күнде шығып қалады ғой берсе. Точно 2-3 күнде күтеміз. Болды, жақсы. Люблю. Күтеміз ана. Клубника деп кайфпен жеңдер. Али, көріп тұрсам, привет. Алиға ссылкасын жіберіңіздер. Бұған дворына кішігірім обзор. Осындай ғой, короче, бүйтіп, осындай мына жерде не дейді өзі? Боқ бәрін болатын, сосын газельмен мынаны ашамыз, короче, сосын дарын екеуміз бәрін тиедік қой. Йоп, велигімен мұқа сабаққа келеді. Тура осындай жасыл дарында болды. Екеуі бір-бірін бірдеңелерін ауыстырып, біреудің велигінің сидениясын кішкене ұрлаған біз. Кішкентай шұңқыр бар. Сол жерде қазып отыр қой, болды. Әлі күнге тек мені ойлай, басқа жандарға көңілім толмай, табылмадым ба сені дұрыс қолдай, сенің еркелігіңе. Ракеталар бар екен, мынандай да ракета бар екен. Красерс дейді, мынандай закрытый қала ғой, войска ше. Закрытый ма, открытый ма? Бұлар негізі түсіруге бола ма екен? Қыздармен фото түсіресіздер ме, ренжімесіңіз? Қыздар істейші. Видео еще салайын ба? Жоқ, видео болсын. Видео ақтыр ғой жанында. Басайын ба? Пофиг, түсіре саласың ба? Алмайсың ба ананы? Зор тұрым ба? Зор. Ақты болсасын ба, түсінің бәрін, Жоқ, телефонды бірінші ұстап тұрған жоқ. Кезі түсесіз ба? Короче, ракетаның түр-түрі бар екен. Мау ракета вообще бөлек, четкий ракет. Әрі қарай бармысың, бауырым болып кетпейік ата-аналар. Балаларыңызға ие болыңыздар. Сақтаған асыраудаса, кішкентай ғана бүлдіршін өз бауырларын, жақындарын іздейді. Жанымыз. Балалар мақты.
Оқпайды екен бардығы. Мына музыкамен примерно 2019-да сондайда жүрген сияқты. Есірткідей қанымнан жан болдың ғой табылған, сүйіп өтем тек сені, өшір алмай жағымнан сағынамын көздеріңнің қарасын жалғайтын сезімдер. Майқұдықтан район бөлек, российский райондарда жүрмін. Мына жердің өзі бір бөлек қойған, бір машиналар российский номер болсын, мелодрамалар болады ғой бір. Сондай бір сериал сияқты. Подписчиктер. Мына жер басқа қаладан шыққаннан кейін действительно Россияға келгенде болдым. Церковь ба бірдеңе ғой мынау. Естігенімше Майқұдықтың балалары опасный дей ма? Біреу бірдеңе деп тұрса не дей ме ба? Бәлі не айтарым төбімде ше? Тикток түсірек деймін ба? Российский район айтып тұрмын. Майкен екен. Біздің Балқашпен бірдей болып тұр ғой. Короче, Қарағандыға келгенсің ғой бір-екі. Былай сараң не адамдар? Қыста коньки болатын, қазір коньки жоқ. Неге? Мені мобилгруш ретінде алдыңдар ма? Құрында жер бар. Біздің ауылда жоқ қой мұндай десе. Кішкене жай жүріңдер ше. А кто такие? Андай қалауымдағындай түсірші бізді. Актрисалық қабілетіңді шығарсай. Айтоқын өтірік күлме, майысып күлеміз. Әлемді көрсетші, сенің көзің енді. Тек біреу ақ, ешкімді кіргізбей орналас бір өзіңе. Үздіксіз күткенім, менің өттегім, сәлемдеп басталғаннан жаным деумен біткенім, жылы мекенім, сүйіктетемін, ғашықтар әлеміне алып кетемін. Үздіксіз күткенім, менің өттегім. Давай, қызғалдақ бауырымыз мына Қарағандының Майқұдығының паркін ұстайды екен. Давай, палуан. Палуан. Потолок. Ұраласын, нормально. Делай қарындас. Палуан. Ё-май. Мықты ойын жігіттер мықты дейді. Қарағойдың қыздар мықты. Дейікші давай жігіттер. Бәріміз Айтоқа дейікші жеге. Айтоқа! Жарайды, самайын. Для себя. Да? Ол сендерден астым главный. Что-то қорқыныштыңыз. Бәлі дракон ба, но? Бәлі жүгілі ұшамай ше. Шигі оғансыңдар ма десе. Қандай кемпір шықса екен, жаным өз кемпір ше. Ой, біләңілі. Бәлейді. Фонарик жаққанға су алайын кеп отыр ма деп тұрмын ғой. Жоқ, шаршамадық. Мысалға мен инфинитиға дейін. Ағай жайдан кішсен десең. Резиновый балықтар ғой. Қалай жейді сосын? Жаңа домбыраға жақсы екен. Балықтар 150 бар екен. Копченыйлар бар ма екен? Вообще арзан ғой жақта бал. Магазин іші осындайға полный обзор. Мына жақтан балықтар сатады, балық мына жақта мынандай бар, мына жерде мынандай бар, короче, бәрі бар. Мен влогты бастамай өтіп, Балқаштан кеткімге жүретінше бір моментте түрлі болып тұрып шандай. Балқаштан шыға алмайтын оқыған сияқты шандай. Сол енді Балқаштан кету керек болғаны бар екен. Енді Балқашқа қайтан барғым келіп тұр почему-то. Қарағанды маған жақпа. Привет десем. Қарабұлда еще жүр екен. Күшті ғой. Мына жерде балық аулауға бола ма? Мындай клубтар бар, потолок. Баршаңызға сәлем құрметті көрермендер. Арнаттың парақшасына жазылыңдар, давайте подписчик көбейтсек, давай. Делайте, короче. Балқаштың балалары болып Қарағанды не қызын ұстағансың? Потолок. Детка, это саяқ перед саяқскими пацанами. Девчонки, не устоят. До конца көргендеріңізге всем от души, всех обнял, поднял, всех целую. Просто видеоны до конца көрсеңіздер, ол 4000 тысяч просмотр дейді, яғни 4000 просмотр болу керек. Сол видеоны до конца көргенде 4000 просмотр болған кезде менде бұйырса монетизация қосылады екен. Соған бола қаншама видеолар түсіріп, еңбектен үйтіп істеп жатыр. А так за поддержку всем спасибо. Комментарий жасаңыздар, лайк басаңыздар, мен үшін вообще қуаныш. Біреудің өзі кәдімгідей настроением бешеный. Давайте.